Мен Петропавл қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ді сынып оқушысы Ақпар Аружан Ұлы даланың маржан жырлары атты жыр эстафетасын жерлес ақынымыз Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасына арнаймын. Аяңдап топқа тура келді баян, келді де көпке сәлем берді баян. Қудай боп құс төресі топ төрінде отырған Абылайды көрді баян. Басқаға мойын бұрып бір сөз қатпай, Абылайға балпаң басып жүрді баян. Бәйтерек тұңғиыққа төнгеніндей, алдында қол қусырып тұрды баян. Тұрды да деді: алдияр, сөзім қысқа, екенім менің баян алашқа аян. Алдияр, ел ағасы, ханым дана, алашқа ауыр күнде болған пана. Кешігіп, күнәлі боп, енді алдыңа келді ерің, іші жалын, жаны жара. Тұңғиық кез болды ғой, кешуі жоқ, болмаса шыққанда аттан ер тұрама. Талқыға жан жарасын сала алмаймын, мәнімді мен айтпаймын, сен сұрама. Тілегім енді жауға аттаналық, қан көрсе қасқыранда шер тұрама. Абылай ерін күткен көптен зарығып, қолынан баян айын алды тартып. Алдына отырғызып күміс кернеу, керсеннен көк жалына берді сарқып. Берді де бүгіп басын ойға кетті, асқардай ой билеген мәңгі қалғып. Аздан соң көтеріліп жан жағына, қарады жер жиһанның бәрін тарғып. Қарады, қыран сөзі қысқа болды, таң ата жүреміз, деп берді жарлық. Ежелден Абылайда екі сөз жоқ, сөз шықты, болады, деп тарады топ. Топ тарап, ат тұрманын даярлады. Біраздан дамылдады ел, мезгіл түн боп. Жібектей жұмсақ жылы жаздың түні, бұлтымен құшақтады көкшені көк. Керіліп ерке көкше күміс айға, сәулеңді сәулем, көбірек төкші төк деп, бетінде Бурабайдың ерке толқын, бір тынбай күліп жарды, сүйді шөп-шөп. Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасына арналған Ұлы даланың маржан жырлары атты жыр эстафетасы мәресіне жетті.